Александр Романович Беляев. Адам балық. Су перісі. Бірінші бөлім. Аргентина жазының қаңтардағы қапырық түні. Қараңғы аспанда жұлдыздар жамыраған кез. Медуза зәкір тастаған күйі тырп етпестен жағада тұр. Шолп-шолп соққан толқында, сықырлаған кеме құрыл жабдықтары да түн тыныштығын бұза алар емес. Мұхит бейнесі қалың ұйқыға шомғандай. Кеме палубасында жартылай жалаңаш інжу тергіштер жатқан. Жұмыс пен аптап ыстықтан қалжыраған байғұстар ауын ақшып, ақылап, үхлеп, ұйқыстырап жатып, ара-тұра айқайлап та жібереді. Аяқ қолдары әлсін, әлі ербен ете түседі. Бәлкім, түстерінде ежелгі жаулары, акулаларды көріп жатыр ма? Кім білсін? Осынау өп еткен желі жоқ тымырсық күндерде жұрттың жұмыстан титықтайтыны соншалық. Інжу теру аяқталған соң, байғұстардың қайықтарын палубаға көтеруге де шамалар келмейтін. Әйткенмен, соны көтеріп те қажеті жоқты. Ауа райы өзгерерліктей еш белгі білінбеген. Сондықтан да қайықтар түнемелікке зәкір шынжырына байлаулы күйінде су бетінде қалдырылған. Тақшайлары тегістелмеген, такелаждары дұрыстап тартылмаған. Жиналмаған үш бұрышы желкені самал желмен сәл-пәл дірілдей желбіріп қояды. Палубаның бак пен ют арасындағы бос жерінде тау-тау болып үйіліп інжу қауашақтары, маржан тастарының сынықтары, терімшілер байланып ап су түбіне түсетін арқандар, тапқан қауашақтарын салатын кенеп қапшықтар, бос күбілер жатыр. Кеменің артқы жақтауына тақау тұрған діңгектің түбіне ішіне ауыз су құйылған және сабына шынжыр байланған темір ожауы бар, үлкен күбі қойылған. Күбінің айналасында палубаға су төгілгеннен қалған қара дақтар көрінеді. Мезгіл-мезгіл терімшілердің біресі анасы, біресе мынасы, ұйқылы ояу күйде ұйықтап жатқандардың аяқ қолдарын баса-маса, қалбалақтап жүріп су тұрған күбіге қарай беттейді. Көздерінде ашпастан ожауды толтыра қылқылдата жұтады да, бейне бір су емес, таза спирт ішкен кісідей кез келген жерге сұлай-сұлай кетіседі. Терімшілерді қинайтын шөледі. Ертеңгісін жұмысқа барарда тамақ ішу қаупі, адам деген мұндайда судың қысымын қатты сезінеді. Сол себепті олар күні бойы қашан су бетіне қараңғылық түскенше аштан аш жүріп жұмыс істейтін де тек ұйықтар алдында ғана тамақ ішуге мәжбүр болатын. Оның үстіне беретіндері тұздалған ет болса. Түнгі күзетте үндіс шалы Бальтазар тұрған. Ол Медуза шхунасының иесі, капитан Педро Зуританың ең жақын көмекшісі болатын. Жас шағында Бальтазар әйгілі інжу теруші болған. Ол су астында 90, тіпті 100 секундқа дейін қала алатын. Бұл әдеттегіден екі есе көпті. Қалайша деймісің? Себебі біздің кезімізде баули білетін және бұған сәби кезінен машықтандыратын деп әңгімелейді Бальтазар інжу теруші жастарға. Мәселен, әкем мені Хозенің жел қайығына оқуға бергенінде менің 10 жасар шамасындағы бала кезім еді. Оның 12 бала шәкірді болды. Ол бізді былайша үйрететін. Суға ақшыл тас немесе қауашақ лақтырады да сүңгіп алып шық деп бұйыратын. Сосын әр лақтырған сайын тасты бірте-бірте тереңірекке тастайтын. Алып шықпасан құрғанын кендір арқанмен немесе өрме қамшымен жонынан таспа тіледі. Және иттің күшігіндей ғып суға қайта лақтырады. Қайта сүңгі дейді. Әне, бізге сүңгуді сөйтіп үйреткен. Содан соң бізді су астында неғұрлым ұзағырақ болуға машықтандырды. Тәжірибелі қарт терімші алдымен теңізге өзі сүңгіп, зәкірге кәрзеңке немесе ау байлап келеді. Ал біздер судан соң сүңгиміз де әлгілерді су астында жүріп шешуге тырысамыз. Судан қашан шешкенге дейін сыртқа көрінбей-ақ қой. Ал көрінсен, қамшымен арқанға арқанды тосуыңды біл. Біздерді аямай сабайтын. Бұған бірен сарандар ғана төзе алатын. Ал өз басым бүкіл аймақтағы ең озық терімші болып шықтым. Табысым да тәп тәуір еді. Қартайған кезінде Бальтазар інжу іздеу тәрізді қауіпті кәсібін тастағанды. Сол аяғын акула шайнап жарымжан етсе, зәкір шынжыры бүйірінің борша-боршасын шығарған. Оның Буэнос-Айресте кішігірім дүкені болатында. Ол сонда інжу маржан, қауашақтар,
және теңіздің сирек кездесетін тастарын сататын. Бірақ жағада жүрсе теңізді сағынатынды. Ара-тұра інжу теруге аттанатыны да бар еді. Кәсіпкерлер де мұны бағалай білетін. Ла-Плат шығанағын, оның жағалауларын және інжу қауашақтарының көбірек кезігетін жерлерін Бальтазардан артық білетін жан адам жоқты. Терімшілер де сыйлайтын мұны. Ол бәрінің де, терімшілердің де және олардың қожайынындардың да тілін таба білетін еді. Ол жас терімшілерді осынау кәсіптің небір қимылдарын меңгеруге баулайтын. Тынысынды қалайша ұстауға болады? Акулалардың шабуылына қайтып тойтарыс беруін керек. Кейде көңілденген кездерінде сирек кездесетін інжуді қожайыннан жасырып қалудың жолдары қайсысы? Осыған шейін айтып берер еді. Иә, кәсіпкерлер қайық иелері, оның қадірін білетін, бір қарағаннан-ақ інжуді тани білетіндігі және қожайынның пайдасына сирек кездесер інжулерді шапшаң сұрыптап бере алатындығы үшін бағалайтын. Сол себепті де кәсіпкерлер оны әрі көмекші, әрі кеңесші ретінде өздерімен бірге жиірек алып жүруге ынталы еді. Бальтазар бір шағындау күбінің үстінде жұп-жуан сигарасын шегіп отырған. Діңгекке ілінген шам сәулесі оның бетіне түсіп тұрды. Жақ сүйегі аса сорайған емес, сәл шығыңқы, қыр мұрынды және жанары кен, сұлу көзді, нағыз арауканға. Араукан оңтүстік Африка үндістері, Чилидің негізгі халқы солар. Тән пішінді кісі еді ол. Бальтазардың қабағы біресе ауыр жұмылып, біресе баяу қайта ашылады. Ол қалғып отырған. Бірақ оның көзі ұйқыда болғанмен, көңілі ояу, құлағы сақ. Ол қатты ұйқыға шомған сәтте де құлақтары сергек қалыпта төнген қауіптен сақтандыратын. Ал тап қазір Бальтазар тек ұйқыдағылардың күрсіністері мен күбірлерінен басқа ештеңе естіп отырған жоқты. Жаға жақтан шіри бастаған інжу қауашақтары, моллюскілердің сасық иісі мүңкіп тұр. Ішіндегі інжулерін оңайырақ алу үшін оларды әдейі солай шірітіп қоятын. Өйткені тірі моллюсканың қабыршағын ашу бір қиямет еді. Дағдыланбаған кісіге бұл иіс күлімсі дүние болып көрінер еді. Ал Бальтазар соған рахаттанатын секілді. Інжу тергіш қанғабас үшін бұл иіс оның бостандықтағы өмірінің және теңіздегі қауіпті тірлігінің бір белгісі іспетті. Әдетте ішіндегі інжуін алғаннан кейін қауашақтың ең ірілері медузаға тасылып әкелінетін. Зуританың есебі түгел. Ол қабыршықтарды түймелер мен ілмектер жасайтын фабрикаға сататын. Бальтазар ұйықтап отырған. Көп ұзамай әлі кеткен саусақтары арасынан сигарасы сусып түсті. Басы салбырап кеудесіне құлаған. Бірақ кенет оның санасына мұхит жақтан талып естілген бір дыбыс жеткендей болды. Дыбыс жақынырақтан қайталап естілді. Бальтазар көзін ашып алды. Әлдекім керней тартқан тәрізді еді. Содан соң сергекте жас адамның даусы «Әу!» деп айқайлағандай, ал енді бір сәтте онан да қаттырақ «А!» деп дауыстағандай болды. Кернейдің музыкалық әуені кеменің сиренасына, ал әлгі көңілді де көтеріңкі үн суға батып бара жатқан кісінің жан ұшырған айқайына мүлде ұқсамайтын. Бұл деген бір жана, бейтаныс әуендер болды. Бальтазар орнынан тұрды. Оған ауа бір түрлі салқындай бастағандай сезілді. Ол жақтауға жақындап барып, теңіз төріне тесіле қарады. Жан жоқ, тым-тырыс. Бальтазар палубада жатқан үндісті аяғымен түртіп оятты да, ал анау түре келген соң сыбырлап былай деді. Айқайлайды. Бұл сірә сол болса керек. Мен түк естіп отырғаным жоқ, деді үндіс Гурунда сыбырлай. Өзі тізерлей отырып тын-тындаған күйі. Сол-ақ екен. Керней үні оқыс сарнап оған қоса «А!» деген айқай естілді. Әлгі дыбысты естіген Гурон бейне біреу төбесінен бишік үйіргендей бұға қалды. «Иә, бұл сірә сол болса керек», деді Гурон тісі-тісіне тимей сақылдап. Басқа терімшілер де оянды. Олар бейне бір тас қараңғы түн үрейінен мына әлсіз де сарғыш сәуле ғана аман сақтап қалатындай шам жарығы түскен тұсқа жиылып үрпиісіп отыр. Бір-біріне жабысып, ұйлығыса тыңдай қалған. Керней сарынымен әлгі дауыс тағы бір рет алыстан талып естілді де, сосын тым-тырыс болып тұншықты. Бұл сол. Су перісі, деп сыбырласты балықшылар. Біз бұл арада енді қала алмаймыз.
Бұл акуладан да қауіптірек. Қожайынды шақырыңдар мұнда. Әлдекімнің жалаң аяқ сылп-сылп дыбысы естілді. Палубаға түк басқан кеудесін тырналап, есінеген күйі қожайындары Педро Зурита көтерілді. Үстінде көйлегі де жоқ. Кенеп дамбалы ғана бар. Жап-жалпақ былғары белбеуіне тағылған револьвердің қабы салбырап тұр. Зурита жұрттың қасына тақады. Шам жарығы оның ұйқылы ояу, күнге күйген қола тәрізді жүзіне, маңдайына салбырай төгілген қалың бұйра шашына, қап-қара қастарына, жоғар қарай едірейе қалған түбеттей мұрты мен сәл қырау шалған сақалына түсіп тұрды. Не болып қалды? Оның барылдаған салмақты үні, сенімді қимылы үндістердің есін жидырды. Білем, олар жамырай шулап қоя берді. Бальтазар шуламандар дегендей қолын көтеріп белгі берді де өзі сөз бастады. Біз оның су перісінің даусын естідік. Көзіне бірден елестеген шығар, деп жауап қатты Педро, ұйқысын аша алмай, басын төмен салбыратқан күйі. Жоқ, жаңылыс емес. Біз деген айқай мен керней үнін түгел естідік, деп шу ете қалысты балықшылар. Бальтазар әлгі қимылын қайталап, жұртты тыныштандырды да сөзін жалғады. Мен өз құлағыммен естідім. Бұлайша тек су перісі ғана керней шалады. Теңіз бетінде бұлайша кернейлететін және айқайлайтын басқа ешкімде ештеңе де жоқ. Бұл арадан дереу кетуге тиіспіз. Соқ өтірікті, деп сәл еріне жауап берді Педро Зурита. Оның жағалаудағы әлі шіріп бітпеген сасық қауашақтарды қайыққа тасығысы, қысқасы зәкір көтергісі келмеген. Бірақ ол үндістерді де үгіттеп көндіре алмаған. Олар абыр-жулы, қолдарын ербеңдетіп, у-шу болып, егер Зурита зәкірді көтермейтін болса, жағаға өздері шығып, Буэнос-Айреске жаяу кететіндерін айтып балжылдасты. Су перісін сендермен қоса сайтан атсын, түге, жақсы, біз таң ата зәкірді көтерейік, деп күңкілдеген күйі капитан өз каютасына қарай кетті. Оның ұйқысы енді шайдай ашылған. Ол шам жағып темекісін тұтатты да, шағын каюта ішінде бұрыштан бұрышқа теңселіп жүрді де қойды. Ол осы теңізде жуық манда пайда болған балықшылар мен жағалаудағы жұрттың зәресін алған түсініксіз жан туралы ойға шомған. Ол пәлені әлі еш адам көрмеген. Бірақ анау өзі туралы сан рет жұрттың есіне салған. Сол туралы небір аңыздар тарай бастаған. Теңізшілер мұндай ертегілерін әлгі пәле естіп қалмасын дегендей сыбырлап қана айтатын. Оның біреулерге зиянын, енді біреулерге ойда жоқта көмегін тигізген жайттары барды. Бұл теңіз тәңірісі, десетін қарт үндістер. Ол мұхит тұңғиығынан 1000 жылда бір-ақ рет, оның өзінде жер бетінде әділеттілікті қалпына келтіру үшін шығады. Католик священниктер болса, жоққа сенгіш испандарға оны су перісі деп иландырмақ болады. Оның келу себебі жұрттың қасиетті католик шіркеуін ұмыта бастағандағынан деп насихаттайды. Осынау сыбыстар бірден бірге тарап, ақыры Буэнос-Айреске де жеткен. Су перісі бірнеше апта бойы өсе құмар газет тілшілері мен сайқымазақтардың сүйікті тақырыбына айналды. Егер мәнайы себептермен қайықтар, немесе балықшылар кемелері суға кетсе, немесе балықшылар аулары жыртылса, яки ұстаған балықтары әлдеқалай жоғалса, бұған жұрт су перісін кінәлап шыға келетін. Ал енді біреулері пері, кейде балықшылар қайығына ірі-ірі балықтар салып кетеді екен, және тіпті бірде суға батқан кісіні құтқарыпты, деп те әңгіме таратқан. Басқасын айтпағанда, суға бата жаздаған бір кісінің былай әңгіме таратқаны рас еді. Суға батып кетуі мұң екен. Әлдекім арқа жағынан тіреп, теңіз бетіне қайтадан итеріп шығарған да, сүйреп отырып жағаға жеткізген көрінеді. Ал оның аяғы құмға іліккені сол екен. Құтқарушысы қас қағым сәтте толқынға сүңгіп жоқ болып кеттіміз. Бірақ бәрінен қызығы әлгі періні көзімен көрген тірі жанның болмағандығы еді. Осынау құпия жанның түрі қандай екенін суреттеп бере алатын ешкім жоқты. Әрине, көрдік дескендер де аз еместі. Солардың айтуынша перінің мүйізі, ешкі тәріздес сақалы, арыстандыкіндей табаны және балықтыкіндей құйрығы боладымыз. Немесе оны адамдардыкіндей аяғы бар, мүйізі қарағайдай алып, құрбақа етіп суреттейді кейбірі. Буэнос-Айрестің әкім шенеуніктері бастапқы кезде мұны
жұрттың ойдан шығарған өтірігі деп әлгіндей әңгімелерге және газет мақалаларына назар аудара қоймаған. Бірақ наразылық өте-мөте балықшылар арасында бірден бірге күшейе түсті. Көптеген балықшылар тіпті теңізге шығуға жүрексінеген болды. Балық аулау азайып, жұрт балық тапшылығын сезінді. Содан кейін барып жергілікті өкімет орындары бұл оқиғаны зерттей бастады. Бірнеше бу катерлер мен полицияның жағадағы күзетінің моторлы қайықтары бүкіл жағалауға қатысты мынадай бұйрықпен сапарға аттандырылды. Жағалаудағы тұрғындар арасында дүрбелең туғызып, бүлік шығарып жүрген белгісіз біреу ұсталсын. Полиция Ла-Плат шығанағы мен бүкіл жағалауды 2 апта бойы тінтіп, тіміскілеумен болды. Жалған әңгімені әдейі таратқан үшін бірнеше үндістерді тұтқындады да, бірақ пирдің ұсталатын түрі байқалмады. Полиция бастығы бұл манда ешқандай да пері атаулы жоқ. Бұның бәрі надан халықтың шығарып жүрген сандырағы. Әрі ондайлар түгел тұтқындалады және тиісті жазаларын тартады деп ресми хабарлама жасады да, балықшылардың өсен аяңға құлақ аспай, балық аулауға шығуларын айтып үгіттеді. Біршама уақыттай мұның пайдасы да тиді. Алайда пердің әзілі тынбаған еді. Бірде түн ішінде жағадан көп алыстап жүзіп жүрген балықшылар өз қайықтарына қайдан келіп түскені белгісіз бір ешкі лағының маңырағанынан шошып оянған. Енді бір балықшылар ауларын тартып қараса, оны біреу тілгілеп кетіпті. Перінің қайта пайда болғанына қуанған қаламгерлер енді жауапты ғалымдардан күтсін. Ғалымдар да үнсіз қарап қалмады. Біреулер мұхитта адамның қолынан ғана келетін тірліктер жасай алатын теңіз әзірелілері болуы мүмкін емес деп есептеді. Егер, деп жазды ғалымдар, мұндай пәле мұхиттың әлі жете зерттелмеген тереңінде пайда болса, онда бір сәрі. Дей тұрғанмен ғалымдар мұндай жан иесінің ақылды қарекеттер жасай алатындығына шүбә келтіретін. Ғалымдар мен полиция бастығы бір ауыздан мұны бір қылжақбастың жасап жүрген сұмдықтары санаған. Бірақ ғалымдар ойы да бір жерден шыға қоймаған. Кейбір ғалымдар бір кезде су қызы, су перісі, су монахы мен су епископы туралы әлсіреп жазған швейцарлық табиғат зерттеуші Конрад Геснерге сілтеме жасады. Қалай дегенде де, көне және орта ғасырлық ғалымдар жазғандарының көбі жаңа ғылым ескі ілімді мойындамағанына қарамастан, ақыр соңында шындыққа айналған. Құдай тағаланың құдіреті күшті. Демек, біздерге, ғалымдарға тұжырым жасағанда басқа жұрттан гөрі мейлінше сыпайыгершілік пен сақтық жасау ләзім, деп жазды кейбір қарт ғалымдар. Айтпақшы, осынау сыпайы да сақ жандарды ғалым деп атаудың өзі қиын еді. Өйткені олар ғылымнан гөрі кездейсоқ ғажайыпқа көбірек сенетін, және олардың дәрістері уағыз насихатқа көбірек ұқсайтынды. Ақыр соңында айтыстың шешімін табу мақсатында ғылыми экспедиция шығарылды. Экспедиция мүшелеріне перімен кездесу бақыты қонбады. Бірақ олар белгісіз біреудің, қарт ғалымдар біреу орнына мақұлық деген сөзді қолданылуын талап етті. Неше түрлі әрекеттерін естіп білді. Баспасөзге жарияланған баяндамаларында экспедиция мүшелері былай деп жазды. Кейбір жерлердегі құм қайрандарынан біздер адамның енсіз табандарының ізін кезіктірдік. Іздер теңізден шығып келіп, қайра теңізге еніп кеткен. Әйтсе де, мұндай іздерді жағаға қайыққа отырып келген кісінің қалдыру да ықтимал. Біз зерттеген ау торлары өткір қарумен тілінген болуы мүмкін. Бәлкім, аулардың су астындағы үшкір жартастарға, немесе бір кезде батып кеткен кемелердің қалдықтарына ілініп, жыртылуы да ықтимал. Көрген кісілердің айтуларына қарағанда, дауыл жағаға судан тым алысқа лақтырған дельфинді әлдекім түн ішінде сүйреп теңізге қайта түсірген секілді. Оның үстіне құм бетінде адамның сояудай тырнағының ізі қалған. Сірә, әлдебір мейірбан балықшы дельфинді теңізге сүйреп әкетсе керек. Дельфиндердің балықты қуып жүріп, жағаға қарай топтап айдайтыны, тайызға шығарып тастайтыны, сөйтіп балықшыларға көмектесетіні болады. Ал балықшылардың дельфиндерді қауіп-қатерден құтқарып қалатындары да жиі кездесетін оқиға. Әлгі сояудай тырнақ ізін адам өз саусақтарымен әдейі сызып қалдыру да, жұрт оны тырнақтың ізі деп қабылдауы да әбден мүмкін. Лақты әлдебір қылжақбастың қайықпен әкеп әдейі тастап кетуі ықтимал. Ғалымдар
пері қалдырған жұмбақ іздердің шешімін табарлықтай басқа да түрлі дәлелдемелер келтірген. Ғалымдар бірде-бір теңіз құбыжығының мұншалықты қиын қарекеттер жасай алуы мүмкін емес деген тұжырымға келген. Әйтсе де, бұл түсініктемелер жұрттың бәрін бірдей қанағаттандыра алмады. Тіпті бұл түсініктемелерді нанымсыз деп бағалағандар ғалымдардың өз ортасынан да табылды. Неше жерден айлакер және қажуды білмейтін қылжақбас болса да, бір кісінің жұрт көзіне ілікпей осыншама қарекеттер жасау мүмкін еместі. Бірақ ғалымдар өз баяндамасында атап көрсетпеген ең басты бір дүние мынау еді. Пері өзінің ерліктерін тым қысқа уақыт ішінде әрі бір-бірінен қиырда жатқан жерлерде жасап үлгеретіні анықталған. Демек, пері мейлінше шапшаң жүзе біледі. Немесе оның елден ерек бір аспаптары бар. Яки болмаса пері жалғыз емес, олар бірнешеу. Бірақ олай екені рас болса, онда мына қалжыңның астарында әрі түсініксіз, әрі аса үрейлі бірдеңелер жатқаны. Педро Зурита каюта ішінде ерсілі-қарсылы теңселіп жүріп, осының таңғажайып оқиғаларды түгел еске түсірді. Ол таңның қалай атқанын және кішкене әйнек арқылы ішке қызғылт сәуле түскенін де аңғарған жоқ. Педро әлден соң шамды сөндіріп жуына бастады. Төбесіне жылу су құйып тұрып, ол палуба жақтан шыққан үрейлі дыбыстарды естіді. Зурита жуынып бітпестен баспалдақтармен жүгіре басып жоғарыға көтерілді. Белдеріне кенеп белемше байлаған жалаңаш терімшілер кеме жақтауы жанында қолдарын ербеңдетіп жөнсіз бажылдасып жатты. Педро төменге қарап, жатарда ғана байланып қойылған қайықтардың жіптері шешіліп, бос жатқанын көрді. Түнгі самал оларды едәуір жерге ашық теңізге апарып тастаған. Енді таңертеңгі бәсен жел оларды жағаға қарай баяу қуалап келе жатыр екен. Шашылып тасталған қайық ескектері шығанақ бетінде қалқып жүр. Зурита терімшілерге тездетіп қайықтарды жинаңдар деп бұйырды. Бірақ ешкімнің де палубадан төмен түскісі келмеді. Зурита бұйрығын қайталап айтты. Пері тырнағына іліккен келсе, өзін-ақ бар, деп жауап қатты әлдекім. Зурита револьвердің қабына жармасты. Терімшілер тобы кері шегінді де діңгек түбіне топтаса бастады. Терімшілер Зуритаға өшке қарасып қалған, қақтығыс болардай көрінген. Бірақ осы сәт Бальтазар келікті. Араукан ешкімнен де қорықпайды, деді ол. Акула да мені жей алмаған. Шалдың қу сүйектеріне перінде қақалар. Осылай деп ол қолдарын төбесіне көтере жақтаудан суға бір-ақ секірді де таяу тұрған қайықтардың біреуіне қарай жүзе жөнелді. Енді терімшілер түгелмен жақтауға жетіп, Бальтазардың қимылын байқап тұрды. Қарттығына, аяғының кемдігіне қарамастан, ол тәп-тәуір жүзетін. Құлаштай жүзіп, қайыққа малтып жетті де, қалқып жүрген ескекті ұстай алып, қайыққа мінді. Арқан пышақпен қиылған деп байқалады ол. Және әдейілеп қиылған. Пышағы ұстара тәрізді өткір болса керек. Бальтазарға ештеңе болмағанына көздері жеткен терімшілердің бірнешеуі соның артынша суға күмп берді. Дельфинге атша мініп тарауы. Күннің шыққаны жаңа ғана еді. Аяусыз күйдіре бастады. Күместей жалтырған көгілдір аспанда шөкімдей де бұлт жоқ. Мұхит беті тып-тыныш. Медуза бұл кезде Буэнос-Айрестің түстігіне 20 шақырымдай жерге тоқтаған. Бальтазардың ақылмен зәкір судан екі айыр болып шығып тұрған жартасты жағалау бар шағын шығанаққа тасталғанды. Қайықтар шығанақ бетінде шашырай жүзіп жүр. Әр қайықта әдеттегідей екі-екіден терімші бар. Бірі сүңгісе, екіншісі оны судан тартып алады. Сосын олар орын алмастырады. Қайықтардың бірі жағаға тым жақындап келгенді. Сүңгігіш арқанның ұшына байланған бор кесегін аяғымен орап алды да шапшаң сүңгіп теңіз түбіне түсті. Су жылы, әрі мөп-мөлдір еді. Теңіз түбіндегі әр қиыршық тасқа шейін анық көрініп жатқан. Жағаға жақындау тұстан су асты бақшасының бұталары іспетті маржан тастар сойдайып көрінеді. Сол бұталардың ара-арасында алтын күміс түстес кішігірім шабақтар асыр салып ойнап жүр. Сүңгігіш теңіз түбіне жетіп, еңкейе жүріп, тез-тез қауашақтарды теріп, белбеуіне қыстырылған қапшыққа сала бастаған. Оның еңбекті серігі,
үндіс Гурон арқының бір ұшын тас қып ұстаған күйі қайықтың жақтауына асыла еңкейіп су түбіне көз тастап отыр. Кенет ол сүңгігіштің орнынан ыршып түсіп, қолдарын ербеңдете арқанға шап бергенін көрді. Және ананың жіпті қатты жұлқып қалғаны соншалық, Гуронның өзін суға әкете жаздады. Қайық теңселіп кетті. Үндіс Гурон жолдасын тездете тартып алды да, оның қайыққа мінуіне жәрдемдесті. Сүңгігіштің аузы аңқайып ашылған. Өзі әрең тыныстайды. Көздері бақырайып, шарасынан шығып кеткен. Қола түстес қоңырқай өңі сұрланып, тіпті бозарып кетті. Акула ма? Бірақ сүңгігіш түк жауап қата алмады. Қайықтың түбіне сылқ құлап түсті. Теңіз түбінде мұның зәресін кетірген не пәле болуы мүмкін? Гурон еңкейіп, су түбіне тінтіне қарады. Иә, ол жақта бір оғаш оқиға болып жатқандай. Манағы шабақтар қырғи тиген құстардай су асты орманның бір түкпіріне тым-тырақай зытып бара жатты. Содан кенет үндіс Гурон су асты жартасының бір бұрышынан бейне бір қызғылт түтін тәрізді әлденені байқап қалды. Әлгі қою түтін төңірегіндегі суды қызғылт түске бояп, тұс-тұсқа тарала бастады. Тап сол сәтте әлдене қаран ете қалды. Бұл акуланың денесі еді. Ол ақырын бір аударылып түсіп, жартасының ар жағына қарай кетіп жоғалды. Су астындағы бұл қызғылт түтін әлбетте тек теңіз түбіне таралып аққан қан болуы мүмкін. Онда не болғаны? Гурон жолдасына қарап еді. Анау аңқиған аузымен ауа қармап, аспанға қарап алақтаған күйі қозғалуға да шамасы келместен шалқалап жатыр екен. Үндіс дереу ескекке жармасты да, ойда жоқта дертке ұшыраған әріптесін Медузаға дереу жеткізгенше асықты. Ақыры сүңгігіш жігіт те есін жиған. Бірақ ол тілден айырылған тәрізді, басын шайқап, ерін көнтиіп, ысылдап-пысылдап, құр ыңырана береді. Кемеде қалған терімшілер сүңгігіштің тіл қатуын күтіп, оны айнала қоршап тұрған. Сөйле! Деп жекіді ақыры бір жас үндіс сүңгігіштің иығынан жұлқылап. Жанының барында сөйле деймін енді. Сүңгігіш басын шайқап біраз жатты. Ол ақыры қырылдап үн қатты. Көрдім, су перісін. Тап өзім бе? Әу, айтсайшы енді былжырамай, деп шыдамсыздана баж-бұж етісі терімшілер. Қарасам, акула. Акула туп-тура маған қарай келе жатыр. Құрдым дедім. Алпамсадай түсі қап-қара, аузында ашып үлгерген, енді мені жалмау тиісті. Қарасам, тағы біреу жүзіп келеді. Басқа акула ма? Су перісі. Өзі қандай болады екен? Басы бар пәле ме? Басы деймісің? Иә, бар секілді. Көздері тостағандай дерсің. Егер көздері болса, онда басының да болғаны, деп сенімді түрде мәлімдеді жас үндіс. Өйткені көздері бірдеңеге жабысып тұруы тиіс те. Ал қол аяғы бар ма екен? Шеңгелдері көлбақаныкі тәрізді, саусақтары ұзын, жасыл түсті тырнақтары және жарғақтары бар. Тұла бойы балық қабыршағы тәрізді жып-жылтыр. Әлгі акулаға қарай заулап кеп, шеңгелін сілтеп кеп қалып еді, тіліп түсті. Акуланың бауырынан бұрқ етіп қан саулап қоя берді. Ал енді аяғы қандай екен? Деп сұрады терімшілердің бірі. Аяғы деймісің? Сүңгігіш есіне түсірмек болып сәл ойланып қалды. Аяғы мүлде жоқ, ұзын құйрығы бар. Ал құйрығының ұшында екі жылан. Сен қайсысынан көбірек қорықтың? Акуладан ба, әлде періден бе? Періден, деп ана ойланбастан жауап қатты. Жанымды сол алып қалса да, сол құбыжықтан қорықтым. Бұл сол еді. Иә, бұл сол. Су перісі, деді үндіс. Пақырларға көмекке келетін су тәңірісі, деп қарт үндіс оны түзетіп қойды. Бұл хабар лезде шығанақты шарлап, үнжу теріп жүрген қайықтыларға жетті. Терімшілер кемеге жамтыласа жетіп, қайықтарын тездетіп тией бастады. Жұрт әлгі су перісі құтқарған сүңгігішті қаумалай ортаға алған. Ол деген құбыжықтың танауынан қызыл жалын атқылағанын, ал тістері кісінің саусағындай сойдиған бір пәле екенін қайталап айтып берумен болды. Пері деген құлағын қайшылайды екен. Әлгінің екі бүйірінде қанаттары, ал арт жағында ескек тәрізді ұзын құйрығы болады екен. Беліне шейін жалаңаш, ақ түсті шолақ шалбар киіп,
туфлиін жалаң аяғына іле салған. Басында сабаннан тоқылған қоқайрама қалпағы бар Педро Зурита жұрттың әңгімесіне құлақ түре, аяғын тырп-тырп басып палуба үстінде ерсілі-қарсылы жүрген. Әңгімешінің бөспелігі арта түскен сайын, Педро соның дені акула шабуылынан зәресі кеткенде, әлгінің өзі ойдан шығарған бірдеңелер екеніне көзі жете түскендей. Әйтсе де, бәлкім бәрін бірдей ойдан шығармаған шығар. Акуланың қарнын біреудің жарғаны рас қой. Су беті қызарып шыға келді емес пе? Үндіс өтірікті соғып отыр дегенмен, шындықтан да тым алшақ емес. Бұл бір қызық оқиға болды ғой, сайтан алғыр. Зуританың ойын осы сәт жартастың ар жағынан оқыс естілген кернейіні бөліп жіберді. Бұл дауыс Медуза экипажының төбесіне жай түскендей әсер етті. Әңгіме атаулы кенет тыйылды. Жұрт боп-боз болып шыға келді. Ырымшыл терімшілер құдайына жалбарынсып, кернейіні шыққан жартас жаққа үрейлене қарасып қалған. Жартасқа таяу мұхит төсінде бір топ дельфин асыр салып жүр екен. Бір дельфин топтан бөлініп шығып, бейне кернейдің шақыруына жауап қайтарғандай қатты пысқырды да, сосын жартасқа қарай шапшаң жүзіп барып, дегенше құздың астына жасырынып үлгерді. Жұртты зарықтырған тағы бірер сәт өтті. Терімшілер кенет әлгі жартастың арғы жағынан шыға келген дельфинді көрді. Оның арқасында атша мінген бір пәле, әлгінде ғана сүңгігіш әңгімелеген құбыжық отыр екен. Перінің денесі адамдікі тәрізді де, ал маңдай тұсында машинаның шамы тәрізді ме, әлде баданадай көше шамы секілді ме, әйтеуір күнге шағылса жалт-жұлт еткен көздері бар екен. Терісі көгілдір, күміс тәрізді жылтырайды. Ал білектері көлбақаның аяғына ұқсасты. Жап-жасыл сағалы саусақтары жарғақпен жалғасқан. Аяғының тізеден төменгі жағы су ішінде еді. Онысы құйрыққа ұқсас бірдеңе ме, әлде кәдімгідей адамның аяғы ма, ол арасы әзірше беймәлім. Әлгі оғаш жанның қолында ирелеңдеген ұп-ұзын кернейі бар екен. Ол кернейін тағы бір рет шалды да, адамға ұқсап сылқылықтап күлді. Әрі кенеттен таза испан тілінде «Тезірек, лединг, алға!» деп айқайлап жіберді де, көлбақаның табаны іспетті қолмен дельфиннің жып-жылтыр арқасына бір салып қап, екі бүйірінен тебініп қойды. Сол-ақ екен, әлгі дельфиннің жүрдек аттай лекітіп саулай жөнелді. Терімшілер еріктерінен тыс шу ете түсті. Белгісіз шабандоз жалт қарады. Адамдарды көрді де, ол кесірткедей шапшаңдықпен дельфиннің арқасынан сырғып түсіп, артына жасырынды. Дельфиннің арқасындағы жасыл көл бір сәт жануарды тағы салып кеп қалсын. Тіл алғыш дельфин әлгі құбыжықпен бірге суға сүңгіді. Қосарланған қос мақұлық су астымен жартылай шеңбер жасап жүзіп барды да, дегенше су асты жартасының сыртына жасырынып үлгерді. Осынау оқыс оқиға бір-ақ минуттай уақыт кетті. Ал көрермендер көпке шейін естерін жай алмай есеңгіреп тұрды. Терімшілер у-шу болып жағаларын ұстасып, палубада әрлі-берлі жүгірумен әлек. Үндістер тізерлей отырыса қалып, су тәңірісінен жандарына сауға сұрап жалбарынып жатты. Бір жас мексикандық сасқаннан өрмеліп діңгекке шығып кетіп, енді сол жерден бақырып, баж-бұж етеді. Негрлер жағы түрімге тығылысып, бұрыш-бұрышта бірісіп отыр. Үнжу теру дегенді ойлап болмайтын. Педро мен Бальтазар жұртты тәртіпке әрен шақырды. Медуза зәкірін көтеріп, терістікке қарай бет алды. Зуританың сәтсіздікке ұшырауы тарауы. Медузаның капитаны болған оқиғаны ақыл таразысынан өткізбекке өз каютасына келгенді. «Жынданып кетерсің, түге!» деп күңкілдейді Зурита, басына бір құмыра жылы су құйып жатып. Су перісі кастильдік ерекшеліктерді сақтай таза сөйлейді. «Бұл не? Неткен шатақ? Естен таңғанымыз ба? Бірақ бүкіл команданың бірдей естен тану мүмкін емес қой. Тіпті екі кісінің бірі мезетте бірдей түс көруі мүмкін емес. Ал біз теңіз құбыжығын түгел көрдік емес пе? Бұл талассыз шындық. Демек, қалай сенгің келмесе де, ондайдың бары рас болғаны да». Зурита тағы да төбесіне су құйды да, сергу үшін басын қылтиып терезеден тысқа шығарды. «Қалай болғанда да?» деп ойын жалғады ол. Өзі сәл саябыр тауып. Бұл құбыжықтың адамға тән есі бары, және оның естиярлық әрекеттер жасай алары анық. Ол деген сірә, суда да, құрғақта да
өзін бірдей сезінетін болса керек. Сосын ол деген испан тілін біледі. Демек, онымен сөйлесуге болады. Ал егер де сол құбыжықты ұстап алып, қолға үйретсе және оны інжу теруге зорлап көндірсе қайтер еді? Су ішінде өмір сүре алатын бір құрбақаның өзі терімшілердің тұтас бір арт елінің қызметін атқара алар еді ғой. Сосын түсетін табыстың тиімділігін айтсаңшы. Қалай дегенде де әрбір терімшіге терген інжуінің 4-тен 1 бөлігін беруге мәжбүр болып отыр емес пе? Ал мына құрбақа су тегінге түсер еді. Әу, бұлай етсе, ең қысқа мерзім ішінде-ақ 100 мың, тіпті миллиондаған пезет тауып, байып шыға келер еді-ау. Зурита қиялға батты. Күні бүгінге дейін байимын деп үміттенетін. Інжуді де өзге жұрт ауламайтын тұстан іздейтін. Рас, Парсы шығанағы, Цейлонның батыс жағалауы, Қызыл теңіз, Австралия сулары. Міне, бұл інжу мол жерлер бұдан тым қашықта жатқан, және одан жұрт көптен бері інжу іздеуде еді. Мексика немесе Калифорния шығанақтарына, Фома мен Маргарита аралдарына бармақ па? Ең тәуір американ інжуі ауланатын Венесуэла жағалауларына жүзіп барарлықтай Зуританың мүмкіндігі жоқты. Бұл үшін оның кемесымағы тым ескі, әрі терімшілері жетіспейтін, ал кәсібін мейлінше өркендету қажет ақ еді. Бұған Зуританың қаржысы да жетпейтін. Сол себепті де ол Аргентина жағалауларында қалып келген. Бірақ енді ол егер қолына су перісін түсіре алғандай болса, бір-ақ жылдың ішінде байып шыға келер еді. Ол Аргентинадағы, бәлкім тіпті Америкадағы ең бай адам болып шыға келер еді. Ақша деген билікке де жол ашар еді. Педро Зуританың есімі ел аузынан түспес еді. Бірақ мейлінше сақ болуы тиіс. Сосын ең алдымен құпияны мұқият жасыра білуі керек. Зурита палубаға көтерілді де, аспазға дейін қалдырмастан жұртты жинап алып сөз бастады. Су перісі туралы өсек таратқандардың не күйге ұшырағанын сендер білесіңдер ме? Оларды полиция тұтқындаған. Қазір бәрі түрмеде отыр. Егер су перісін көрдік деген сөз ауыздарынан байқаусызда шығып кетердей болса, қай-қайсысында құритындарында күн ілгері ескертіп қойғым келеді. Бастарында түрмеде шірітеді. Түсінемісіңдер? Сондықтан да, егер өз жандарыңды қадірлесеңдер, пері туралы жан адамға тіс жарып ештеңе айтушы болмаңдар. Бұларға бәрібір ешкім сене қоймас. Осының бәрі тым ертегі тәрізді бірдеңе, деп ойлады Зурита. Сосын өз каютасына Бальтазарды жеке шақырып ап, шын жоспарын тек соған ғана ашып салды. Бальтазар қожайынын ыждахатпен тыңдады да, сәл ойланып отырып жауап қатты. Бұл жақсы. Су перісі 100 терімшіге татиды. Қол астында су перісінің болғанына не жетсін? Бірақ оны қайтып ұстайсың? Тормен, деп жауап қатты Зурита. Ол акуланың қарны жағаны секілді торны да тігілеп тастар. Біз темір тор жасата аламыз ғой. Ал оны кім ұстай алады? Біздің сүңгігіштерге пері деген атын айтсам болды. Тізелері қалтырап шыға келеді. Бір қапшық алтын берсең де, олар бұған бара қоймас. Ал сенше, Бальтазар, үндіс иығын қиқан еткізді. Мен еш уақытта су перісін аулап көрген жан емен. Андып жүріп ұстауда оңайға соқпас. Рас, ет пен сүйектен жаралған жан болса, өлтіру де қиын болмас. Бірақ сізге пері тірідей керек қой. Сен одан қорқпаймысың, Бальтазар? Сенің су перісі туралы ойың қандай? Теңіз үстінде ұшып жүрген ягуар немесе ағашқа өрмелеп шығатын акула жайлы менің не ойлауым мүмкін? Бейтаныс жыртқыш қауіптірек. Бірақ мен сондай қауіпті жыртқыштарды аулағанды жақсы көрем. Сыйлығынды аста төк қып берем, деп Зурита Бальтазардың қолын бір қысып қойды да, өз жоспарын әрі қарай айқындай түсті. Бұл іске қатысушылардың неғұрлым азырақ болғаны ләзім. Сен өзінің арауканымен ақылдасып көр. Олар батыл да тапқыр жандар. 5 адам іріктеп ал, одан көп болмасын. Егер біздің қолар келіспесе, сырттан ізде. Су перісі әдетте жағаға жақын жүреді. Ең алдымен оның үңгірін табу керек. Сонда оны торға түсіруіміз де оңайырақ болмақ. Зурита мен Бальтазар іске жедел кірісті. Зуританың тапсырысы бойынша сымнан түбі жоқ бөшке тәрізді ау жасалды.
Аудың ішіне пері шырмалап қалу үшін кендірден өрмекші торы тәрізді тағы бір пәле тоқтықтырып салдырды. Терімшілермен есеп айырысты. Бальтазарға Медузаның экипажындағы Араукан тайпасынан 2 үндісті ғана су перісін аулауға көндірудің сәті түсті. Қалған үшеуін Буэнос-Айрестен жалдап алды. Перінің ізіне түсуді Медузаның экипажы оны тұңғыш көрген шығанақтан бастау ұйғарылды. Періде күдік тумау үшін кеме әлгі кішкене шығанақтан бірнеше шақырым қашықтау жерге зәкір тастады. Зурита мен оның серіктері негізгі мақсаттары балық ұстау екенін аңғартпақ болып, ауық-ауық қайықтарына мініп балық аулап жүрді. Сөйте тұра, олардың арасынан 3 кісі кезектесіп, жағадағы жартастар арасына жасырынып, шығанақ суында не жаңалықтар барын астыртын жіті аңдумен болды. Екінші апта аяқталуға жақын қалған. Ал періден еш сыбыс білінбеген. Бальтазар жағалаудағы тұрғындармен біртіндеп таныса бастады. Оларға балықты арзанға сатып алдау сұратты. Және олармен әртүрлі әңгімелер қозғаған боп, әңгімені ақырын аңдаусызда су перісі жайлы қозғайтынды шығарды. Осынау әңгімелерден қарт үндіс өздерінің аулайтын бағытты дұрыс белгілегендерін білді. Шығанаққа тақау жерде тұратын көптеген үндістер осы маңнан керней үнін естігендерін және құмнан соның іздерін байқағандарын әңгімеледі. Олар әлгінің өкшесі адамдікі, бірақ башпайлары недәуір ұзын екенін айтып, ант су ішісті. Үндістер кейде жағадағы құмнан кісінің арқасының ізін де аңғарған. Сірә, бұл оның дем алып жатқанынан қалса керек. Пері жағалауда тұратын жұртқа ешқандай қырсығын тигізбеген. Сондықтан бұлар оның анда-санда келіп кеткенде қалдыратын іздеріне онша назар аудармайтын болған. Ал перінің өзін ешкім көрген емес. Медуза сырт көзге балық аулаған сынай танытып, шығанақта 2 апта тұрды. 2 апта бойы Зурита, Бальтазар және жалдамалы үндістер мұхит бетін мұқият қадағалаумен болды. Бірақ су перісі көрінбей қойды. Зурита абыржуға айналды. Ол әу бастан шыдамсыз, әрі саран кісі болатын. Әр күні ақша тұрады, ал перісі құрығыр өзін күттіріп қойды емес пе? Педро енді шүбәлана бастады. Егер пері табиғаттан тыс бірдеңе болса, онда оны аумен ұстай алмайсың. Сонсон ондай жын шайтанмен байланысудың өзі қауіпті ғой. Зурита діндар кісі болатын. Әлде Медузаға түбі керек бола ма қайтеді деп, кресін көтертіп, қасиетті сыйлықтарын арқалатып, дін қызметшісін жалдап алғаны дұрыс болар ма екен? Бұл қосымша шығын. Бірақ бәлкім су перісі жын шайтан емес. Жұртты қыбыжық болып қорқытып үркіту үшін перінің киімін киіп жүрген әлдебір қылжақпас, мықты жүзгіш біреу болып шығуы да ықтимал емес пе? Дельфин ше? Әу, оны басқа мақұлықтар тәрізді қолға үйретуге және баулуға әбден болады да. Осы ниеттен бас тартсам қайтер еді, түге. Зурита кім-де-кім періні бірінші көретін болса, соған сыйлық беремін деп жариялады да, тағы да бірнеше күн күте тұруды ұйғарды. Оның бақытына 3-ші аптаның басында пері ақыры белгі бере бастады ау. Бірде Бальтазар күндізгі аулаған балығы тиелген қайығын жағада қалдырды. Ертеңгісін ертемен оны сатып алуға жұрт келуі тиісті. Бальтазар бір таныс үндіспен кездесу үшін фермаға кеткен. Ал жағаға қайтып келсе, қайығы бос жатыр. Бальтазар салғаннан ақ мұны жасаған пері деп түйді. Шынымен ақ, осыншама балықты жеп қойғаны ма? Деп таңырқады Бальтазар. Тап сол түні күзеттегі үндістің бірі шығанақтың түстік жағынан керней сарынын естіпті. Енді 1-2 түн өткенде жас Араукан өзінің ақыры перінің ізіне түскенін хабарлады. Сөйтсе, анау дельфинмен бірге жүзіп келіпті. Бұл жолы бірақ пері дельфинді атша ерттеп мінбеген. Қайта бір қолмен әбзелден жалпақ қайыс қарғыдан ұстап дельфинмен қатарласа малтып отырған. Шығанаққа жеткен соң пері әлгі қарғыны дельфиннің мойнына шешіп алып, мақұлықты арқасынан қағып қоштасады да, жағадан төніп тұрған бір жартастың астына тереңдей сүңгіп жоқ болады. Дельфин болса су бетіне көтеріліп ап, заулай жүзіп көзден ғайып болады. Зурита Арауканды тыңдап болып, оған сыйлық беруге уәде етті де былайша сөз бастады. Бүгін күндіз
пері өз үңгірінен енді қайтып шыға қоймас. Сірә, сондықтан біз шығанақтың түбін зерттеуге тиіспіз. Бұған кім тәуекел ете алады? Белгісіз құбыжықпен су түбінде жолығысып қалуы мүмкін бұл сапарға аттануға ешкімнің жүрегі дауаламаған. Бальтазар алға шықты. Мына мен, деді ол қысқа ғана. Бальтазар сөзіне берік жан еді. Медуза әлі сол зәкір тастаған күйі тұрған. Күзеттегіден басқа жұрт енді түгел қопарылып жағаға шықты да, шығанақтың әлгі жағадан төніп тұрған жартасты жағалауына қарай үдере аттанды. Егер жаралана қалсам тартып алсын деп, Бальтазар беліне арқан байлады. Пышақ алды, екі тізесінің арасына тас қыстырды да суға көміп берді. Араукандар оның оралуын асыға күтісіп, шығанақтағы жартастар көлеңкесі түсіп тұрған көгілдір мұнар ішінде қарандап жүрген даққа тесіле қарасып тұрды. 40-50 секунд, минут өтті. Бальтазар қайтып оралған жоқ. Ақыры ол арқанды жылғып белгі берді де, оны су түбінен суырып алысты. Тынысын алған соң Бальтазар тілге келді. Жер асты үңгірге апаратын тар қуыс екен. Бірақ ол акуланың құрсағындағыдай тас қараңғы. Су перісі тек сол үңгірге ғана тығылса керек. Айналасының бәрі теп-тегіс жар. Өте жақсы, деп дауыстап жіберді Зурита. Тас қараңғы болғаны тіптен жақсы. Біз оған ау құрамыз, ал балықтар соған түседі. Көп ұзамай күн батысымен үндістер мықты арқанға байлап, темір торды үңгірдің аузындағы суға тастады. Арқанның ұшын жағада қазыққа байлады. Бальтазар әлгі арқан торға біреу сәл тиіп кетсе, сыңғыр ете түсерлікті етіп қоңыраулар байлап қойды. Зурита, Бальтазар және 5 араукан жағаға жайғасып ап, үн-түнсіз бағып отырды. Кемеде ешкім қалған жоқты. Қараңғылық тез қоюлана түсті. Ай туды, оның сәулесі теңіз бетін жарқыратып тұрды. Төңірек тым-тырыс еді. Жұртты белгісіз бір толғаныс биледі. Бәлкім, бұлардың тап қазір балықшылар мен інжу іздеушілердің зәресін алған ғажайып құбыжықты көрулері ықтимал ғой. Түнгі сағаттар асықпай жайлап жылжиды. Жұрт қалғи бастады. Кенет қоңыраулар сылдырлап қоя берсін. Жұрт орындарынан атып тұрып, арқанға жармасып, ауды тарта бастады. Ол зілде екен. Арқандар дірілдейді. Торға әлдене түскен. Сірә. Міне, ақыры ауды теңіз бетіне көтерілді. Айдың бозғылт сәулесімен соның ішінде тыпырлап жатқан жартылай адам, жартылай мақұлықтың денесі көрінді. Ай жарығымен баданадай көздері мен күміс тәрізді қабыршықтары жарқырап көз қарықтырады. Торға шырматылған қолын босатып алмақ болып, пері кереметте жанталысты. Ақыры сәті түсті. Ол жіңішке белбеуіне қыстырылған пышағын суырып ап, торды қия бастады. Қия алмайсың, босқа әуре болма, деп сыбырлады Бальтазар аңшылық қызығына беріліп кетіп. Бірақ таңданарлығы сол, пышақ дүние сымнан тоқылған торды қиып берді. Пері шебер қимылдап тесіктің кенете түсті. Ал терімшілер болса ауды жағаға тартып жеткізбеке жанталусылы. Қаттырақ, өп, деп баж-бұж етеді Бальтазар. Бірақ олжа енді қолға ілгеді-ау деген сәтте пері әлгі ойылған тесіктен суға құлап түсті де, мың-сан тамшыны шашырата тұңғиыққа сіңіп ғайып болды. Терімшілер ұрып, қолдарындағы ауды тастап жіберді. Тамаша пышақ, сымды кеседі, деп мәз болып жатыр Бальтазар. Су асты ұсталары бізден гөрі шебер болғаны да. Зурита басы салып жаған күйі, бейне бар байлығы су түбіне кеткен кісідей телміре қарап қалған. Сосын ол басын көтеріп, ұлпа мұртын бір жұлқып қап, аяғымен жер тепкілеп, «Болмас, деймін. Бәрі бір дегенім болмас», деп айқай салды ол. «Менің бас тартқанымнан гөрі, сенің су асты үңгірінде мүлдем кетуін тезірек болар. Түге, мен ақшамды аяман, мен сүңгуірлерді сатып алам, мен бүкіл шығанаққа тормен қақпан құрып тастаймын. Сөйтіп, сені қолыма түсірмей қойман». Ол батыл да табанды, алған бетінен қайтпайтын бір беткей кісі еді. Педро Зуританың бойында испан жаулаушыларының қаны тектен-текке ағып жатпаса керекті. Сосын бұл шайқастың енді мәні бар дүние еді. Су перісі табиғаттан тыс, құдіретті періште емес екен.
Ол Балтазар айтпақшы, ет пен сүйектен жаралса керек. Демек, оны ұстап алып, қол-аяғын шынжырмен байлап, Зурита үшін мұхит түбінен інжу теруге пайдалануға әбден болады. Оны тіпті теңіз тәңірісі Нептунның өзі үш ашалы таяғымен қорғаса да, Балтазар оны ұстамай қоймайды.